өз маман психология мен қарым-қатынас дағдыларының қиылысында атты семинарымызға. Бұл семинардың күн тәртібінде екі авторлық бағдарлама қорғалады, таратылады. Бірінші, 9 сыныптарға кәсіптік бағдар беру. Авторлары Раушан Талғатовна және Шауқан Тілеулесовна. Екінші бағдарлама авторлық тақырыбы сыныптағы оқушылар арасында жағымды психологиялық климат қалыптастыру. Авторлық бағдарламаның авторы Жақыпбекова Сәлия Нығметовна. Ал сәттілік әріптестер бәріңізге. Бастаймын. Құрметті әріптестер, жаңа Шауқан Тілеулесов айтып кетті ғой, енді осындай бір семинар өткізіп жатырмыз дегенді, жаңағы бағдарламаның тақырыптарын барлығын айтып кетті. Енді сол бағдарлама бойынша осы 9 сыныптарға кәсіптік бағдар беру бағдарламасы осы 2024 жылы жазылған еді. Сол бойынша сіздерге кішкене бір мақсатын, міндеттерін, бұл не екенін соның барлығын сіздерге түсіндіріп айтып кетеміз. Бағдарламаның мақсаты 9 сынып оқушыларының бейінді оқытуға даярлығын зерделеуде жеке қасиеттерін диагностикалап, кәсіби құзыреттілігінің деңгейін анықтау, зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, тұлға ретінде өрістенуіне көмектесу. Осындай бағдарлама. Ал енді міндеттері оқушылардың бойында ішкі психологиялық, әлеуметтік естіп тұр ма? Мәнділікті реттейтін қызмет түрлерін тәрбиелеу. Білім алушыларға ақпараттық қоғамның жылдам дамуында олардың табысты әлеуметтенуіне психологиялық тұрғыдан жәрдем көрсету. Білім алушы тұлғасын психологиялық педагогикалық зерттеудің негізінде әрбір білім алушыға жеке тұрғыдан ықпал ету. Психологиялық диагностиканы жүргізу және білім алушылардың шығармашылық әлеуметін дамыту. Психологиялық қиыншылықтар мен білім алушылардың проблемаларын шешу бойынша психологиялық түзету жұмыстарын жүзеге асыру. Мамандық таңдауда жауапкершілікті қалыптастыру. Оқушының мамандық таңдауға психологиялық дайындығы мен қиындықтан шығу шеберлігін шыңдау. Кәсіби бағдарлану мен әрекетті саналы өзіндік дәстүрлі және диагностикалық зерттеуді қолдану. Психологиялық, педагогикалық, практикалық кеңес беруді кеңінен қолдануды күшейтіп негіздейді. Білетін нәтижелер. Оқушылардың тұлғалық икемдіктері, қабілеттері мен мүмкіндіктері және олардың кәсіптік таңдаулары анықталады. Жасөспірімдердің өзін-өзі тану қабілеті қалыптасады. Мамандық таңдауда дұрыс бағыт алады. Өз қабілеті мен бейімділігіне сай кәсіп таңдау біліктілігі артады. Және осы курс аяқталғаннан кейін оқушының мамандық туралы түсінігін тереңдете отырып, кейбір бағдарламада
толық қамтылмаған тақырыптардан оқушылар мағлұмат алады. Еңбекке деген қатынасты қалыптастырады. Оқушыларда өз мүмкіндіктері мен қабілеттерін талдау қабілетін дамытады. Кәсіби қызмет маңызды. Мамандық ұсынатын жеке сападағы талаптарды сәйкестендіруге баулиды. Мынандай дағдыларға ие болады. Қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптасады. Оқушы өзінің қабілетін, бейімін, қызығушылығын мамандыққа сай тани біледі. Әлеуметтік құндылықтармен бірге қоғамдық, экономикалық және мамандықтар туралы білімдері кеңейеді. Осындай қысқаша енді сіздерге мәлімет беріп отырмыз. Осы бағдарламаның қандай өзекті мәселелерін, мақсаттары, міндеттерін айтып өтеліктер. Енді сіздерге сол бағдарламаның өзін алам десеңіздер, пожалуйста, береміз. Болды. Назарларыңызға көп рахмет. Талқын Тілеулесовна, мен болдым. Рахмет. Менің нем қайда? Сәлеметсіздер ме? Тағы да осы неліктен осы авторлық бағдарламаны 9 сыныптарға кәсіби бағдар беру бағдарламасы неліктен тек қана 9 сыныпты алды екен деген бір заңды сұрақ тууы да мүмкін да, әрбір әріптестеріміздің көкейінде. Ол 9 сынып оқушылары негізінен 14-15 жаста болады, сол 9 сынып кезінде. Яғни жасөспірімнің кезеңі ортаңғы кезеңінде болады. Бұл кезеңде олардың физиологиялық, когнитивтік және эмоционалдық дамуында айтарлықтай өзгерістер орын алады. Яғни өзін-өзі тану дағдысы мен қызығушылықтардың қалыптасуы, оқушылардың мамандық таңдауда кездесетін қиындықтары деген сияқты мәселелерге тап болады. 9 сынып қызығушылықтардың кеңеюі және тұрақтануы өзін-өзі тану дағдысы мен қызығушылықтардың қалыптасуы бұл кезде жасөспірімдер өздерінің менін тануға ұмтылады. Яғни балалық шақ бұрынғыдай балалық істерден гөрі ересектік істерге қарай ұмтылады. Мен өзім қоғамда, отбасында және құрдастар ортасында қалай қабылдайтынын талдайды. Эмоционалдық тұрақсыздық байқалып, өзіне деген сенімділік деңгейі өзгеріп отырады. Қызығушылықтардың кеңеюі және тұрақтануы белгілі бір пәндерге, өнерге, спортқа немесе әлеуметтік қызметке деген қызығушылық артады. Өз бетінше шешім қабылдауға, жауапкершілікті сезінуге ұмтылады. Құрдастарымен қарым-қатынасы ерекше маңызға ие болады. Кәсіби бағдардың басталуы осы кезде ойлана бастайды оқушылар. Мен 9-дан кейін кетем ба, немесе 10-11-ді оқиын ба, және қандай мамандық таңдаймын деген кәсіби бағдардың байланысты сұрақтар осы кезде көп мазалай бастайды. Бұл кәсіби бағдардың басталуы бұл әртүрлі мамандықтар туралы ойлана бастайды. Болашақ өмірлік мақсаттары мен құндылықтары қалыптасады. Оқушылардың мамандық таңдауда кездесетін қиындықтары негізгі өзіндік қызығушылықтар мен қабілеттерін анықтаудағы қиындықтар. Көп оқушы өз қабілеттерін мықты және әлсіз жақтарын толық білмейді. Негізі көп болғанымен басым бөлігі осы білмейді. Қысқа мерзімді қызығушылықтар мен ұзақ мерзімді мақсаттарды ажырату қиынға соғады. Екінші, ақпараттық жетіспеушілігі. Қазір еңбек нарығы, мамандықтардың ерекшеліктері туралы ақпарат толық жетіспейді шынымен де. Қазір бізде заман талабына қарай бұрынғы өте сұраныста болған мамандықтар кейінге қалып, бізде қазіргі уақыттың, жасанды интеллектінің дамыған уақытында басқа мамандықтар, бізге таныс емес мамандықтар, мысалға біздің заманымызда, біздің қатарымыздағы мамандар үшін таныс емес мамандықтар шығуда. Біз соларды оқушыларға жеткізіп, көрсетіп, олардың қандай мамандықтар екенін жайында ақпарат толық жеткізіп отыруымыз қажет.
Болашақ мамандық таңдаудағы негізгі факторлар түсіндірілмеген болуы да мүмкін. Яғни дұрыс түсіндірілмегендіктен оқушының өзін өзі тануы, өзіне ыңғайлы, өзіне бейім мамандығын таңдай алмау қателігі болып жатады. Қоршаған ортаның ықпалы да болады. Ата-аналар, мұғалімдер және құрдастардың пікірі шешім қабылдауға әсер етеді. Кейде ата-аналар баланың қызығушылығын ескермей, өз қалауын таңуға тырысады. Яғни бәрімізге белгілі, иә, сен ақысыз жоғарғы оқу орнына түссең болды деген ата-ананың осындай қызығушылығы басым болады да, оқушы сол ата-ананың ығына қарай кетіп қалады. Яғни оны мен сол уақытта ода тек қана мен тегін оқуға түссем болды деген ғана ой болады да, маған болашақта мен бұл мамандықпен жұмыс жасай аламын ба, қызмет істей аламын ба, менің бейімім бар ма ол мамандыққа деген ол сұрақтың бәрі жабулы күйінде қалады. Төртінші, қорқыныш пен сенімсіздік. Дұрыс емес таңдау жасаймын деген қорқыныш, яғни басқаларға қарап жалтақтауы, үлкендерге, қатарында құрдастарына, басқаларға, туыстарына қарап болады ғой, дұрыс емес таңдау жасаймын ба деген бір қорқыныш болады. Өзінің әлеуетіне сенімсіздік, сәтсіздікке ұшыраудан қорқу. Кәсіби бағдар беру жұмыстарының жеткіліксіздігі. Яғни бізде мысалға біздің мектепте кәсіби бағдар беру маманы бізде жоқ, әзірге берілген жоқ. Бізде қосымша оны психологтар атқарады. Мамандық осы бойлап кетуге, осы мәселе бойынша. Мамандық таңдау бойынша тесттер мен тренингтердің жетіспеушілігі, болашақ мамандармен әртүрлі кәсіп иелерімен кездесулердің болмауы, ұйымдастырылмауы. Жасөспірімдер үшін кәсіптік бағдардың рөлі өзін өзі тануға көмектеседі. Оқушылар өздерінің мықты және әлсіз жақтарын анықтайды. Осы авторлық бағдарлама біздің 9 сыныптағы кәсіби бағдарын анықтау бағдарламасында қызығушылықтар мен қабілеттерін кәсіби бағытпен сәйкестендіреді, қабылданатын шешімдердің саналы болуды қамтамасыз етеді. Оқушылар мамандықтар туралы объективті ақпарат алып, болашақтағы қадамдарын нақтылай алады. Өз мүмкіндіктері мен нарықтағы сұранысты ескеріп, дұрыс таңдау жасайды. Кәсіби мотивацияны қалыптастырады. Болашақ мамандығына деген қызығушылық артып, оқу мотивациясы күшейеді. Өз таңдаған бағытына сәйкес дағдыларды дамытады. Дұрыс мамандық таңдамаудың салдары және оның алдын алу. Мамандық таңдауда жіберілген негізгі қателіктер. Қате мамандық таңдаған адамдардың мысалы шынайы өмірінен де көп мысалдар келтіруге болады. Психологиялық және әлеуметтік әсерлері. Бұл дұрыс жаңағы мамандық таңдамаған жағдайдағы. Яғни адамда кәсіби күйзеліс болады. Ол өз мамандығы, өзінің қызығушылығы, өзінің бейіміндегі мамандық болмағаннан кейін, дұрыс таңдалмағаннан кейін, ол сол қызметіне де, жұмысына да мысалға құлшыныспен бармайды. Жұмысқа деген немқұрайлық туады осыдан. Яғни ол жұмысқа деген немқұрайлық туғаннан кейін, ол ешқандай нәтижеге жетпейді, бір жетістіктерге жетпейді, дұрыс жетістіктер көрсете алмайды деген сөз. Өзін өзі таба алмау. Тіпті кейбір көп жағдайда өмірде де көп мысалдар келтіруге болады. Өзі мамандықты 5 жыл, 4 жыл жоғарғы оқу орнында оқып, дипломын алып, оны қайтадан, яғни сандықтың түбіне тастап, өзінің мамандығы бойынша қайтадан басқа жоғарғы оқу орнына түсіп оқып жатқан жастарымыз өте көп. Енді осы мамандық таңдаудағы осы бағдарламада қазір көп тесттер енді негізінен жасанды интеллектінің ішінде де көп жасап болуға болады, электронды түрде де тестке жауап беріп, оның көбісінде сатып алу керек ол тесттерді. Ал бізге мектептің психологтары үшін тиімді тесттер осы авторлық бағдарламаның ішінде енгізілген және берілген, оның жаңағы интерпретациясымен бәрімен толықтай беріліп отыр бұл бағдарламада. Жеке жаңағы адамның мінезі және темпераментін анықтап алу диагностикасы бар, тұлға типтерін анықтау диагностикасы берілген, Джон Генри Холландтың сауалнамасы берілген, профиль әдістемесі берілген, қызығулар картасының модификациясы берілген, кәсіби бейімділік сауалнамасы, Ювайшидің сауалнамасы, Резавкиннің модификациясы берілген.
осы толықтай сұрақтары мен жауаптары мен интерпретациясымен берілген. Яғни біз осы бірнеше осы сауалнаманы, тесттерді ала отырып, оқушыларды жан-жақты анықтаймыз. Оның өзінің бейімін, қызығушылығын, мысалы көп жағдайда қызығушылығы оқушының бейіміне сәйкес келмей жатады, немесе оның денсаулығына сәйкес келмей жатады, бейімі қызығушылығы келмейді. Соның бәрін осы сауалнамалар, тесттер, диагностиканы қолдану арқылы біз жан-жақты анықтап, балаға бағыт бере аламыз. Менің қысқаша таныстыра айту осымен аяқталды.